Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Осы уақытқа дейін менімен бірге болып мені қолдап келе жатқандарыңыз үшін алғысым шексіз. Бүгін сіздермен дәл осындай ерекше сочный песочный болып шығатын мясной пирог жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге қажет болады сары май, майонез, сметана, разрыхлитель, тұз және ұн қажет болады. Ең алдымен таза ыдысымызға сары майымызды саламыз. Майонезімізді саламыз. Кішкене араластырып аламыз. Ал енді сметанамызды салып, тағы кішкене араластырып, тұзымызды саламыз. Тұздары ерігенше араластырып аламыз. Енді разрыхлителімізді саламыз. Аз-аздан ұн салып, лопатаның көмегімен араластырып қамыр елеп алатын боламыз. Өте песочный, дәмді қамыр болады. Дәл осылай қолымызбен араластырамыз енді. Жұп-жұмсақ қамыр болу қажет. Біздің қамырымыз дайын болды. Барлық керекті заттардың грамдарын описанияға жазып қалдырамыз, сол жерден толық көре аласыздар. Енді салмасын дайындап аламыз. Бізге фарш қажет болады, кішкене су, тұз, сұйық май, зира, қара бұрыш қажет болады және 2 пияз, 2 картоп қажет болады. Ең алдымен пияздарымызды ұсақтап турап аламыз. Пияздарымызды да ұсақтап турап алдық. Ал енді картопымызды турап алатын боламыз. Картопты үткіштен өткізсеңіздер де болады. Мен дәл осылай майдалап ұсақтап төртбұрышты етіп турап алдым. Достар, менің каналымда әртүрлі тағамдар, десерттер, салаттар, тағамдардың рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Енді фаршымызды саламыз, тұзымызды, зира, қара бұрышымызды, су, сұйық майларымыз барлығын салып аламыз. Дәмдеуіштерді өзіңіздің қалауыңызға байланысты қоса аласыздар. Енді жақсылап араластырып дайындап аламыз. Біздің салмамыз да дайын болып қалды. Енді бір шетке алып қойып, қамырымызды жаямыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп алуымыз керек. Біреуі сәл үлкендеу, ал біреуі сәл кішкентейлеу болу қажет. Енді бірінші қамырымызды, үлкендеу қамырымызды жақсылап жайып формамызға саламыз. Менің формамның размері 20-ға 20. Ал сіздер үлкендеу жасаймын десеңіздер, осы массаны 2-ге көбейтіріп жасасаңыздар болады. Әдемілеп шеттерін тегістеп аламын. Енді дайындап алған салмамызды ішіне саламыз. Бір тегіс етіп барлық жеріне тегізіп жайып аламыз. Ал енді қамырымыздың екінші бөлігін жақсылап жайып аламыз. Төртбұрышты етіп жайып алдық. Шеттерін бір тегіс етіп кесіп аламыз. Ал енді дайындап алған фаршымыздың үстінен жабамыз. Шеттерін бір-біріне жабыстырып шығамыз, ашылып кетпеу қажет. Дәл осылай бір-біріне жабыстырып алып, үстінен кішкене басып аламыз, ішіндегі ауаларын шығарып жіберу үшін. Шетінен қалған қамырларын дәл осылай жайып әсемдеп аламыз. Енді ыдысымызға жұмыртқаның сарыуызын салып, кішкене сүт құямыз. Жақсылап араластырып, пирогымыздың үстінен жағып аламыз. Барлық жеріне жақсылап жағып алдық. Енді вилканың көмегімен дәл осылай сызып әсемдеп аламыз. Енді қара күнжітті сеуіп шығамыз. Қызып тұрған 180 градуста 50 минут пісіріп аламыз. Қарап тұруымыз қажет. Біздің мясной пирогымыз да дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай түстері өте әдемі болып, ерекше песочный болып шығады және өте қарапайым заттардан тез дайын болатын пирог. Міндетті түрде сізде де жасап көріңіздер. Дәмдері өте ерекше,
сочный болуп чыгады. Камырлары аузуңузда эритиндей, баарлыгына бирдей унайтындай керемет пирогдар болот. Сиздерге видео унаган болсо, менин каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазууду унутпаңыздар. Және коңураша түймөчөсүн басып коюңуздар. Сонда менин жаңадан чыккан видеоларымды биринчилерден болуп көрөтүн боласыздар. Ал сиздерге сәттілік достар.